Амансыздар, құрметті жерлестер. Қоғамды ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта жаңғырту идеясын төңірегінде одан әрі топтастыру мақсатында осыдан 2 жыл бұрын 2018 жылдың 14 маусымында елбасы ұлттық домбыра күні туралы жарлыққа қол қойды. Сол күннен бастап 1 шілде ұлттық домбыра күні деп жарияланды. Бұл күні ұлттық дәстүріміздің күй мен терме өнерінің айнасына айналған қазақтың қара домбырасы төрге шығарылып, құрметке бөленеді. Нағыз қазақ домбыра демекші, халқымыздың ең көне ұлттық аспаптарының бірі домбыра, әр жиынның тойдың көркі. Құрметті жерлестер, ұлттық домбыра күні мерекесі құтты болсын. Қос қазық, екі желі, 9 ноқта. Теңселіп тербетеді адам соқса. Сөзге ұста, әнге шебер болғанымен, ашпайды жұмған аузың адам жоқта. Екі шек, екі желі 9 перне, теңселіп тербетеді 90 селде. Қос қазық, қос құлағы ол домбыра, тыңдатар ән мен күйін тәмам елге. Домбыра күніне арналған Асакаров ауданының мәдениет үйінің өнерпаздарын онлайн концертін ұсынамыз.
Дариға, домбырамды берші маған. Жаныма келші жарым, келші балам. Бейуақ іңірдегі көңіліме күй болып күңіреді венші далам. Домбырам, қоңыр қазым ақ қолымсың, арманым, мұңым, сырым, шаттығымсың. Домбырам, жүрегіммен үндеседің, сеніммен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұрам сен болмасаң, өнердің не екенін білмес едім. Өсірген өнерімді қызыр бабам, үніңнен айналайын бұзылмаған. Киелі пернеңе бір қол соқпасам, шегін жетімсіреп ызылдаған. Ұлттық домбыра күні құтты болсын.
Осымен домбыра күніне арналған мерекелік концертimiz өз мәресіне жетті. Сіздерді тағы да мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.